Иә, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Қыс келіп, күн салқындап, қар жауып, қарды қойшы, әділ күйді қарастай, біреуге гитара тартқысы қойып Ya tatsayın ama ne? Ya tattırmadın mı ya ne? Ya bileyim en tatsayın. Ya tattırmadın mı ya? Ya şimdi tatsayın. Ağzım bir sardım. Ya tatsayın. Ya tatsayın al istesin. Ya onu da üzüleyim bu. Жігіттер, бүгін кәсіпкерлер күні дұрыс па? Осы мына кәсіпкер ағаларымыз осы Қазалының көркеуіне көп нәрсе жасады ма? Осы мына Қазал деген кереметтей көркейді. Осы Қазалы деген мынандай ғой, мен қараңдаршы. Қазал деген мынандай қараңдаршы. Көрдер бар. Вокзалды деген базарды қара. Базарды қара. Анау Расул емес па? Расулда қырылады, асырады, қырылады. Мазөл ғой, мазөл. Мазөл дегенде мазөл емес, желтоқсан көшесі ғой. Қалай желтоқсан көшесі? Қырылып, жырылып, бұт-жыты ғой. Жігіттер, қыз көрсетемесіңдер, біз көрсетемесіңдер. Біз тақта ойнап білесіңдер ма? Мәдениетте, мәдениетте жеңіс паркінде, қараңдар. Сахна жағаларымыз. Алар күндер. Ел несі орны ғой? Қарауылы келді, қарауыл. Ойынға келейік. Бізге Қызылордада қонақтар келіп жатыр. Кәсіпкерлер көбі болады. Осында не жаңалық? Жаңалық, міне! Құрметті достар, жаңалық шоу! Көрінетін бала. Ассалаумағалейкум аға. Бала қарма шықпақты ғой. Бешік болып кетеді жан білгін ғой. Құрметті тамашалар, технология және дене шынықтыру пәнінен беретін ағайлардың әңгімесі. Әңгіме? Анау Мұхтар деген бала бар ғой? Соттың немересі болады ғой. Сосын анау Жансая деген қыз бар ғой? Сол прокурордың туған қарындасының қызы екен. Көрдің ба? Сосын ең қызы анау деген кім еді? Нұрсат деген бала бар ғой? Соның қоңшы прокурордың. Құрметті айдаушылар, орныңыздан тұрамыз, сот келе жатыр, сот. Рахмет, бұл командалар мен айтуды ұмытып Абдрахманов Абзал ағамыздың арнайы жеке кубогіне таласатын болады. Сонымен 50-50-дің қарсыласы. Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы, Қоғалыкөл. Азамат аға, PSG Барселона деп не айтып жатырсыздар?
Кеш арай саған түсіндірейін. Өзінің тілі бойынша түсіндірейін, иә? Арай қара, мысалы сен бір жігітпен жүресің. Иә. Екеуің бақыттысыңдар. Елдің барлығы сендерге қызығып қарайды. Күнде қол ұстасып бірге қыдырасыңдар. Сөйтіп алла сендеп жүрген жігітің тұрады да ПСЖ-ға кетіп қалады. Неймармен жүргенсің бе не? Білмеймін, жүрсем жүрген шығар. Біліп отырмын, барлықтарыңыздың көздеріңіз осында. Жігіттердің бәрі, кәсіпкерлердің бәрі қарап отыр. Таныстырып өтейін, Арай деген қыз. Өзі әнші, өнерлі қыз, әсіресе ағылшынша өлеңдерді жақсы айтады. Қандай достым, тоқташ, не деп тұрың ау? Шуынып алайын сосын дайын. Жоқ, сендер ше, қараңдар. Қызылордадан келіп тұрсыңдар. Вертолет келіп тұр. Қызылордадан келіп. Қара. Қыздарынан жақсы ойын орнайын көрсетулер керек. Сондықтан жақсы әзіл керек. Жақсы әзіл ма? Бізде бар. Олжас, хабар. Құрметті достар, ертеде қыз бен жігіт сүйіспеген. Шыны керек. Тек қана маңдайынан иіскелеген. Сонымен 17-ші ғасыр жартастың басында кездесіп тұрған қыз бен жігіт. Жан, Ал. Қойды. Бұндай әзілдеріміз, бұдан да мықты әзілдерің бар ма? Бар. Қандай әзіл? Олжас, хабар. сонымен тамашалаңыздар, қаншама жыл бойы қойшы болған ағамыз қызбен танысуда. Ана кіз көрдіңіз бе? Сосан, қош. Ана жігіттерді көрдің бе? Бәрі саған қарап отыр. Қош, бәрі қарап. Ана бала бәрі ауыз ашып саған қарап отыр. Бәрі бала deyіп қарап отыр. Енді сізге бір нәрсе кесіп не оқысын? Жақсы достар, танымал айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева халықты қалай таңғалдырды? Құрметті достар, көреміз бір түрлі мектепте болған жағдай. Отырыңдар. Отырыңдар. Мен журнал тексеріп алайын бірінші, я. Көбегенов Нұрбек қайда? Апай, ол сабақта жоқ. Неғып жоқ сабақта? Сауырып жатыр. Тіс ауырып жатыр? Себепті деп жазып қояйын, я отыра бер. Келесі Тұрсынқожа Ерболат қайда? Тұрсынқожа Ерболат келемей ауырып жатыр ғой. Қай жері ауырып жатыр? Он көшеде келатқан кезде көзіне арматура кіріп, көзі ап жерге түсіп кетті. Не көзіне арматура кірсе сабаққа келмеу керек па? Апа жаңа тіс ауырған адамға ештеңе деген жоқсыз ғой? Ол көзі ап жерге түсіп жатыр ғой. Сендер балалар түсінбепсіңдер. Мен сендерге бір аңыз айтып берейін. Ертеректе жаугершілік заманда бір батыр болған. Ол батыр тісі қатты ауырып, жауға шаба алмайтын болған. Сонымен ана батыр тұрып ханына барып айтуға намыстанып, менің тісім ауырып жатыр деп айтуға намыстанған батыр. Сөйткенде өзінің найзасын көзіне тығып алған. Сөйтіп ханы келіп батырға, жүр батырым, жауға шабамыз десе, ана батыр тұрып айтқан, хан ием, менің көзіме найза кіріп кетті деген. Сонда хан тұрып айтқан, ничего страшного, главное тісің ауырмаса болды деген. Одан кейін, Әнуар Тыныбаев қайда? Апай, оң басы бүйтіп шауып қалды ғой. Ештеңе білмеймін, ертең справкасымен келсін. Құрметті достар, көреміз түнгі сағат 3 ұйықтап жатқан бала. Мен Қайрат Нұртас сияқты концерт беремін. Қайрат Нұртас сияқты стадионды толтырып кәдімгідей. Мен жұлдыз болам кәдімгідей. Түрім нашар болса да мен таланттымын кәдімгідей. Балам, шәкірт айбат балам, жатағы. Құрметті достар, фантазиясы бір түрлі бала 1 сәуір күні өзінің досын алдауда. Досым, ау, мен сені екі қымет өлемін.
жастарымыз районға жүріп, түрлі өзгерістерге ұшырап жатады. Сонымен районға жүргенде бір күн болған жігіт көшеде. Ақмешіттің жөн. Братишкеге сыймай жүрсің ба не? Братишкеде қояды ма? Братишкеде қояды. Біле білсең, башкамды папаняға кәмгі дейіп жүрмеңе братишке дейтінде, бауырым көрсең, бауырым қабырғаның астында, дос қой дейін. Дос деп қояды ма? Біле білсең, досың үш түрлі болады. Бір досың бар кеудеңе жан шыққанша, екінші досың бар мұрныңнан қан шыққанша, бір досың бар қораңнан мал шыққанша. Сен соның қайсың? Сонда сен не деп айтады? Мені андай мұншылдар бір туатын, қарпас қайсар, алдына кигендерді бәрін құлататын жолбарыс деші деп айтта бірақ. Құрметті достар, қай жерде не айту керектігін білмейтін асаба тойда. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына мен 2 жасқа қарап қанатты бір сөз есіме түсіп отыр. Негізі шын ғашықтар қосылмайды деген ағайындар. Ойламай көрдім бе? Құрметті достар, сонымен көреміз. Ақыл есі қатты дамып кеткен оқушы, бірінші сынып оқушысы мектепте. Әділет тұр орныңнан. Өскенде кім боласың? Апай, мен дәрігер болам. Дәрігер? Отыр, молодец, сен дәрігер боласың. Сен Нұрсұлтан тұр. Сен өскенде кім боласың? Апай, мен өскенде космонавт болам. Космонавт? Ой, молодец, отыр. Мерей тұр орныңнан. Өскенде кім боласың? Өте орын сұрақ. Рахмет сөз беріп жатқаныңызға. Жалпы ғаламтор желісінде сонау Голландия елінде күріш өндіретін зауыт бар екен. Сол күріш өндіретін зауытты мен Қазалы еліне әкеліп орнатқым келеді. Өйткені Қазалы 9 жолдың торабында орналасқан, импорт пен экспортқа сай ең үлкен ақылайлардың магистралы. Мен осы жерде керемет күріш зауытын алып, ауданымның экономикасын көтеріп, еліме көмегін тигізуім керек. Түсіндіңіз ба? Сіз өзіңіз кім болғыңыз келеді? Білмеймін, космонавт болады шығар. Негізі қымбатты достар, рулардың ішінде Ақұдай деген ру Қазақстан бойынша 3-ші орында тұр екен ғой. Азамат, 3-ші орында тұрма? Мен негізі былай. Мен бұл Ақұдайларды санын көбейтіп бірінші орынға шығаруды білемін. Қалай? Былай, жаңағы Қызылордадан, Аралдан, Қазандан бүкіл Ақұдайларды жинаймыз да Барселона победасына так шығамыз. Сіздермен бірге болған Сырдария ауданы Қолкөл ауылының құрамасы, яғни Қолкөл край. Рахмет, Ақтай.